көрмеші, демекші, армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар, қадірменді ата-аналар. Балалар жылында біздің 31 жылдығына арналған Жаса мәңгі тәуелсіз Қазақстан атты мерекелік үшті одақ жұмысымызды бастағалы отырмыз. Біз бүгін Қазақстанымыздың тәуелсіздік алған күнін тойлағалы отырмыз. Ендеше бәрімізге мейрам құтты болсын. Тәуелсіздіктің түп тамыры желтоқсан оқиғасына тікелей байланысты екеніне ешкімде дауда айта алмас. Тарихта Құйын 86 деген атпен мәңгі қалатын бұл жойқын шабуылдың құрбаны болған қыз-жігіттеріміз арамыздан кете барды. Олар Сабира Мұхамеджанова, Ләззат Асанова, Ербол Спатаев және Қайрат Рысқұлбековтер еді. Ендеше Қайрат Рысқұлбековтың анасына жазған монологын соңғы хатын тыңдасақ. Ортада Серік Жанайлы. Әке, аяулы ана, өздеріңіз естігендей ату жазасын 20 жыл қамауға ауыстырды. Бұл әрине біреуге қуаныш, біреуге жұбаныш, ал біреуге азап. 11 айдың ішінде қайғы қасіреттен жеке тамырым әбден жұқарды. Әбден шаршадым. Бұл өмірде зор байлық, еркіндік екенін кім білген? Адамның бостандығы, бір күн қапастығы барлығынан әлде қайда қымбат екенін енді түсінгендеймін. Бұл түрмедегі өмірімді адам түгілі итке де бермесін. Сәлеммен, ұлдарыңыз Қайрат. 21-дей жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, бос торғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар, атам десең атыңдар. Мен нетермін, мен келмеске кетермін. Көрмеген қош бол таңдарым, көре алмаймын де өтермін. 21 мамыр күні Семей түрмесінің 21 камерасында 21 жасында белгісіз себептермен Қайрат Рысқұлбеков көз жұмды. Президенттің жарлығымен 1996 жылы 9 желтоқсанда Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбековке халық қаһарманы атағы беріліп, айрықша ерекше белгісі және алтын жұлдыз тапсырылды. Ортада Серік Жанайлы болды. Армысыздар, құрметті қонақтар, қатысушылар. Қош келдіңіздер. Бүгінгі мерекелік жиынның екінші бөлімі. Еліміздің тәуелсіздік алған 31 жылында жеткен жетістіктеріне арналады. Қызым, дұрыс айтасың, бүгін біздің қатысушыларымыз осы тәуелсіздік мерекесіне орай тапсырма орындап келген екен. Олай болса, бірінші топқа сөз берейік. Бірінші топтың қатысушыларының басшысы бар шығар, топ басшысы. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Біз бірінші топ боламыз. Бірінші топ басшысы есімім Марал, менің ұлым Арсен. Арсеннің сыныптасы Айзере. Айзеренің әкесі Дастан мырза. Айсаның сыныптасы, Айсаның әжесі Жәмила апай. Ал енді біз бүгін тобымыздың атын алтын күн деп атадық. Күн байлық пен молшылықты, өмірді, күш-қуатты білдіреді. Мемлекеттік туымызда бізде күн сәулесі ерекше бейнеленген. Біз әрдайым жарқын күн деп өмір сүретін адам еліміз. Елім мен жерім деген кешегі алаш қайраткерлерінің бірі Сұлтанмахмұт. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам десе, Мағжан ақын көкте жазған емінде алтын күн аспаны деген сөз бар. Тәуелсіздік күн сияқты ұғым, күнсіз әлем қараңғы. Біздің тобымыздың ұраны тәуелсіздік көк байрағым. Себебі байрақ ұғымы сонау көктүргі қазақ хандығы кезінен келеді. Қазақ танымында бөрілі байрақ деген сөз бар. Ту киелі ұғым, еркіндік пен тәуелсіздік символы. Ту бар елдің жері, тілі, тарихы және салт дәстүрі бар. Еліміздің азаттық алуына ата-бабалардың қосқан үлесі өте зор. Сонау Абылай, Қабанбай замандағы бабалар, Кенесары хан, алаш қайраткерлері, желтоқсан жастары бәрі тәуелсіздікті аңсады. Олар бізге тәуелсіздік деген қасиетті ұғымды бой тұмарымыздай жеткізіп берді.
Біз тақырыбымызды тарих жасаған тұлғалар деп атадық. Тәуелсіздік жетістіктеріне барлық аға апаларымыз. Өздеріңіз білесіздер, қазақ батыр халық. Ту бірлік пен елдіктің, батырлықтың нышаны. Кешегі біздің ту ұстап қол бастаған батыр бабаларымыз елімізді, жерімізді осы тумен қорғады. Олар өз ұрпақтарын қорғады. Біздің қазақтың көрнекті ақыны Еспек Айтұлы өзінің «Ту» деген поэмасында мынадай бір сөз айтады. Ол поэмада Қазымбектің ерлігін бейнелейді. Қазымбек туды ұстап, ат үстінде жан берсе де туды құлатпаған екен. Сол поэмасында ақын Еспек Айтұлы төбеңнен елдік нұрын тұрған құйып, өмірде еш нәрсе жоқ, тудан биік деп айтады. Соны біз өзіміздің ұранымыз етіп алдық. Біздің тобымыздың ұраны Тәуелсіздік көк байрағым. Солардың ішінен біз мына тұлғаларды айтқымыз келеді. Алматы қаласындағы тәуелсіздік монументінің авторы Әділет Жұмабай мен Шота Уәлиханов. Және де Тимур Сүлейменовті ерекше атар едік. Спорт бойынша Жақсылық Үшкемпіров, Мұстафа Өзтүрік, Дәулет Тұрлыханов спорт саласынан дамытқан адамдар. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев, Қасым Жомарт Тоқаев, Ақмарал Арыстанбекова біздің қазақ елін танытқан кісілер. Ал енді бізге берілген тапсырма бойынша бәріміз біріміз үшін, бәріміз үшін біздің топтың жұмысы аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қайырлы батшаңызға. Біздің топы аты Егемен. Менің атым Аметай Атусалан, анам Шинат ханым. Топ мүшелері менің сыныптасым Жанелі, сыныптасым Саид. Саидтың анасы Мадина ханым. Ұраны егемендік еліміздің ертеңі. Бұл ұран өте мағыналы, себебі егемендік тәуелсіз дегенді мағына білдіреді. Ал тәуелсіз елде ұрпақтардан мықты болады. Егемен тату-тәтті өмір сүрсек, жеріміз гүлдей береді. Ал келесі сөзді Шынар ханымға беремін. Бәйтерек ел орданың ең көрікті ғимараттың бірі. Ол Есіл өзенінің оң жағалауында орналасқан. Бәйтеректің биіктігі 97 метр. Астана қаласының ел орда статусына ие болған жылға байланысты таңдалған. Бәйтерек ең ұшында алтын шар орналасқан. Бұл шар күннің түсуіне қарай түсін өзгертіп тұратын хамелеон әйнегінен жасалынған. Шар әлемде ең биікте орналасқан ең үлкен шар болып рекордқа ие болды. Осы үлкен шардың панорамалық залынан Астананың ескі және жаңа көрінісін тамашалауға болады. Бәйтерек 3 бөліктен құралған. Ең асты бөлігі ұлттың тамыр жаюы, ал одан кейінгілері өркендеу кезеңдерінің мағынасын білдіреді. Қазіргі Қазақстанның нышаны, символы, қазақ халқының қайта өрлеуі, биік пен тереңдіктің, кеңдіктің, дархандықтың белгісі. Бәйтерек ғимаратымыз Астана ел орданың халық көп баратын жерінің бірі. Бәйтерек ғимаратының сәулетшісі Ақмарза Исалы Рүстембеков, инженер құрылысшысы Бақштейн. Келесі сөзді Жанелияға береміз. Ақорда ел дамуының жаңа философиялық көрнекі бейнесі. Резиденция құрылысы 2001 жылы басталды. Жоба жұмысын Еуропа мен Қазақстанның белгілі сәулетшілері жүргізді. Дизайнерлер Гуалаци мен Майтейн. Құрылыста 26 ұлт өкілдері қатысты. Ғимараттың жалпы ауданы 36.720 шаршы метрге тең. Ғимарат жер үстінде 5 қабат, ал жер астында 2 қабаттан тұрады. Бір қабаттың биіктігі 12 метрге тең. Ақорда сөзіндегі ақ сөзі қасиеттілік, шаттық пен сәттілік, шынайылық
шынайылық, ар-ұят пен жақсылықтың мағынасын білдіреді. Ең негізгі басты түс ретінде ақ түс өзінің табиғи аппақ түсіне, піл сүйегінің түсіне дейінгі көптеген реңктер түрінде кездеседі. Алтын, көк және жасыл түстер қосымша колористикалық жүк арқалап тұр. Сөзді Мадина ханымға беремін. Пирамида ол бейбітшілік және келісім сарайы. Әйгілі британ сәулетші Норман Фостердің жобасымен салынған ғимарат. Оның ішінде концерт залы, мәжіліс залы, көркем өнер галереясы сияқты бөлімде тұрады. Бейбітшілік және келісім сарайында маңызды деген іс-шаралар өтеді. Сондықтан бұл ең маңызды деген сәулет. Назарларыңызға көп рахмет. Рахмет. Сіздер айтқан ғимараттардың бәрі осы тәуелсіздігінің арқасында келді. Құрметті қонақтар, оқушылар, біз аяр өкім жай келмедік, орталарыңызға бір жақсы тапсырмаға келдік. Бұл біздің тәуелсіздігімізбен неге байланысты екен ең соңында айтамыз. Ал олай болсын, тәуелсіз еліміздің болашағы үшін әр адам өз еңбегімен үлес қосу керек. Қазір мен ортаға өз сыныптастарымды шақырамын. Сіздерге тапсырма. Болашақ елімізде қандай мамандықта еңбек еткіңіз келетін қағазға жазыңыздар. Сендер қағазға жазған мамандықтарыңызды үнмен көрсетіңіздер. Байқаған болсаңыздар, бір топ мамандық иелері туралы айтты. Біздің елімізге өркениетті еңбегін қосқан, тәуелсіздігімізге. Екінші топ еліміздің 31 жылдығында жеткен әдемі керемет ғимараттары жайлы айтты. Біз осы екеуін үйлестіріп бір керемет ойын шығарып жатырмыз. Құрметті ата-аналар, сіздерге тапсырма. Сіздер балаларыңыз қазір өзінің жазған мамандығын ортаға шығып көрсетіп жатқан кезде соған мән беріп отырыңыздар. Әрқайсыңыз өз балаларыңыз. Тыңдап отырыңыздар. Болып па оқушылар? Тапсырманы енді біліп жатыр ата-аналар да, балалар да. Біз сондықтан қызық сіздер айтқандай. Енді сіздердің балаларыңыз ортаға шығып, өзінің мамандығын ыммен қимылмен көрсетеді. Сіздер бірден қаламдарыңызды дайындап отырып, фантазияларыңызды қосып, еліміздің әдемі ғимараттарының бірімен немесе жалпы елімізде 31 жылда жеткен жетістіктерінің бірімен теңестіріп көріңіздер. Ал үлгі болу үшін Аяр екеуміз көрсетейік бірінші. Аяр өз мамандығымды қызым ортаға шығып, ыммен көрсетсем, қимылмен. Қимылмен, ыммен көрсетуге болады. Құрметті ата-аналар, енді мен өзімнің қызымның мамандығын біздің 31 жылда жеткен жетістігіміз еліміздің бір ғимаратымен салыстырғым келеді. Менің қызымның мамандығы біздің бәйтерекке ұқсайды. Өте көркем, әдемі, етегі бір жайылып тұрған сияқты бүкіл әлемді. Ал Айзере? Ой, әкесі қарап отырсыз ба? Сәлеметсіз, кешірім сұраймын. Әкесі түсіндіңіз ба мамандығын? Әке. Анасы түсіндіңіз ба? О, жақсы. Жарайды, сен. Әжесі түсіндіңіз ба? Немереңіздің кім болғысы келген? Айтсана, тағы да бір көрсетіңізші. Ал, жарайды. Әжесіне ғана көрсетті. О! Анасы түсіндіңіз ба? Ата-аналар қарап отырмаңыздар, жаза беріңіздер. Түсіндіңіздер, иә? Енді теңестіріп жаза беріңіздер. Ал өзіңіздер сіз. Өзімнің қызымның көрсеткен іс-әрекеті ишарасынан жалпы байқағаным, бұл бізде айтады жаңағы ұстаз еткен жалықпас деген әйгілі айтқан әйгілі сөз бар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бүгінгі көрсетіп жатқан ғимаратқа ұстазға байланысты, ұстаз мамандығы секілді. Енді біздің ұлттың ұстазы деп Ахмет Байтұрсыновты айтамыз. Сондықтан бұл кеште ұстаздықты дәлелдеуін көрсетіп жатыр. Біздің жалпы ұлтымызда ұстаз көрсеткен тұлғалар көп. Сондықтан бұл біз үшін қадірлі, жақсы мамандық. Жақсы, рахмет. Осыларыңызға қосылып жүрген. Сіздің қызыңыздың мамандығы біздің еліміздің бір керемет
бұлақтарының бірі сияқты да ағып жатырған, иә, бұлақтан келіп сусындайтын білімнен, иә. Осындай бір теңеумен жасаңыздар. Рахмет. Тамаша. Тура мұғалім. Ал енді қолымның айтуы бойынша, жеке кәсіпкер, жеке өзінің мейрамханасын ашқысы келеді сияқты. Таптың ба? Таптыңыз, бірақ немен теңестіреміз? Мен теңестірем біздің жаңағы өзінің ісінің иесі болғысы келеді. Ол өзі еңбектенеді, ол мейрамхана иесі бірден болу оңай емес. Біз қонақ жайлы халықпыз, өте әр дәмді тағамдарға дайынбыз, жасауға қолымыздан келеді. Пирамиданың ішінде көп ұлттық бірлестіктер болып жатады. Мен сонымен салыстырғым келеді. Әрдайым ұлтымыз сондай көп ұлтты болып, әрдайым бірігіп, сол дәмді тағамдармен, астармен сыйлап жібереді. Өз еңбегін үлесін қосқысы келетін ер азамат ретінде санаймын. Әрбірдің кәсіпкері ол елдің өркендетушісі дейді. Себебі кәсіпкерлер ол еркін ойлы адамдар да. Шынымен де сіздің пирамидаға теңеуіңіз өте тамаша. Өйткені пирамиданың ішінде өте көп еркіндік, әртүрлі саладағы қызықты дүниелер көп. Рахмет. Негізі Арсен не деп жазып еді? Арсен оқиды. Солай деп жазған сияқты ғой. Қазір. Кәсіпкер жазуы. Шынымен де кафе басқарушысы дейді. Айсана енді өнер иесі болғысы келетін сияқты. Өнермен бүкіл еліміздің, жеріміздің, табиғатымыздың барлық салт дәстүрімізді өнермен, әнмен, бимен, ақындықпен жеткізуге болады. Сол өнер саласында өнер иесі болса, әрине келешекте біздің тәуелсіздігіміздің бір Абай атамыз айтқандай, сенде бір кірпіш дүниенің кетігін таптап арқалау демекші. Тағы бір жетістігі бұл Қызылорда жерінде Қорықтағаға салынған үлкен монумент бар, соның бір қобыз деген үлкен із бар. Иә, соның сыңғырлап тұратын дауысы бар. Керемет, соған да теңеуге болады. Сіздің жасында да сіздің қызыңыз әнші болғысы. Сыныбымыздың әншісі ғой негізі. Сізге сөз. Менің балам полиция болғысы келеді, елді қорғап жүргісі келеді. Біз Қазақстан елі егемендік ел, әрқашанда аспанымыз ашық болуына себеп бейбітшілік болсын деп. Бейбітшілік неде, егер халық жақсы өмір сүрсе, адамдар бір-біріне мейірімді болса, зұлымдық болмаса, осы бізді қорғайтын, осы біздің ер азаматтарымыз, осы полиция мүшелері мысалы деп ойлаймын. Сондай мағынада ойлаймын, неге теңейсіз? Неге дейміз? Еліміздің қандай табиғатына. Еліміздің егемендік көк ту байрағымызға теңейміз. Біз өзіміз бостандықта өмір сүріп жатқанда теңеймін. Жақсы, рахмет. Ал енді баламның несі профессиясы ойлаймын ұшқыш болғысы келеді. Өйткені болашақта ұшқыш өзінің мақсатына келсін. Онда ұшып, әскері авиа қызметте ететін маман. Жақсы, бүркіткен немесе менің ойыма мынандай сөз келіп тұр, еліміздің 31 жылында жеткен жетістігінің бірі бұл біздің Байқоңыр. Иә? Сіздің балаңыз да ғарышкер болды. Ғарыш аймағы сияқты деп айтуға болады. Ғарышкер сәйкес келеді ғой. Рахмет сізге. Бұл тапсырманы беру себебіміз, құрметті ата-аналар, қатысушылар, қонақтар, басты мақсатымыз біздің еліміздің болашағы алда және болашағы біздің жанымызда тұрған балаларымызда. Осы балаларымыз біздің егер болашақта қазіргі өзінің хоббиіне айналдырған, қазіргі өздерінің армандарын, мамандықтарын айтып жүрген, сіздер соған сүйемелдеп көмектесіп сол армандардың орындалуына қолдау жасайтын болсаңыздар, ата-аналар, нағыз мықты мамандар өз еңбегін сүйген. Біздің еліміздің тәуелсіздігін әлі талай ғасырларға, нағыз мықты мамандар өз еңбегін сүйген. Біздің еліміздің тәуелсіздігін әлі талай ғасырларға жеткізері сөзсіз. Ең басты мақсатымыз осы болды. Рахмет сіздерге. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Ақтаулықты әжеміз Жәмила апай, сізді шақырсам, сонымен қатар Дастан мырза келсеңіздер. Дастан мырза, бүгінгі жиналған барша қауымды керемет мерекемізбен құттықтап өтсеңіз, сөз сізде. Енді бүгінгі шара өте жақсы өтіп жатыр. Өздеріңіз енді сөзді құттықтау сөзден бастамас бұрын қысқаша тарихқа
оларға тарих жайында айта кеткенім дұрыс деп ойлаймын. Жалпы біздің бұл тәуелсіздік Құдайдың берген қазақ еліне сыйы. Ата-бабаларымыз бұны қайратымен, рухымен және де би жырауларымыз даналығымен қорғады. Шыны керек, бұл тәуелсіздік бізге найза, қылыш, қалқан, білектің күшімен берген жоқ. Ол бізге ата-бабаларымыздың бірлігі, ақылдылығы, сабырлығы, төзімділігі, осындай жақсы қасиеттермен келді деп ойлаймын. Сондықтан кешегі өздеріңіз білесіздер, бүгін жастарымыз айтып жатыр, алаш қайраткерлері мұрат еткен тәуелсіздік бізге үлкен бір жолмен келді. Бұл біз азаттықты аңсаған жерінің қыршын жастарын, қадірлі бастарын бәйгеге тікті. Қандай заманда тікті? Өздеріңіз жақсы білесіздер. Қылышынан қан тамған заманда тікті. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бізге осылай жеткен тәуелсіздік. Енді жаңа ғана біздің жас оқушыларымыз өздерінің көк ту туралы айтып жатыр. Бұл көк байрағымызда алтын күн бейнеленген. Сол алтын күннің астында сол ағаларымыздың, апаларымыздың рухы қырандай. Бүгінгі президентіміз де өзінің бір сөзінде айтқаны бар, тәуелсіздік бізде бәрінен қымбат деген. Шын мәнінде біз оның бағасын білуіміз керекпіз. Және де бір жақсы оқушымыз айтып жатыр Мағжан туралы. Мағжан ақынның бір сөзі бар, мен жастарға сенемін деген. Иә, біз жастарға сенеміз. Бүгінгі өскелең ұрпақ міне тәуелсіздікті құрмет тұтып, тәуелсіздікке үлкен біздің ұлттық мемлекеттік мейрам. Бүгінгі кеште бір отырыста жастар оқушылар үлкен бір жақсы еңбек атқарды. 7-ші сынып оқушылары және де оның жетекшісі Дәмеле Төлеуханқызы үлкен бір жақсы іс атқарды. Бұл жақсы бір жұмыс. Сонымен қатар айтар едім, жалпы тәуелсіздік бұл осы тәуелсіздік мерекесі мектепте басталды. Ал мектеп біздің білім және де тәрбие. Тәрбиенің алтын бесігі. Осындай алтын бесікте тәуелсіздік деген мейрамды біз ұлықтап отырмыз. Сондықтан бұл жақсы дәстүр болып қалыптассын. Сіздер өте бір жақсы дәстүр қалыптастырып отырсыздар. Сондықтан енді осы мерекемен баршаңыздың қара шаңырақтарыңызға, отбасыларыңызға құт береке, жақсылық келсін. Сіздердің барлықтарыңызды тәуелсіздік мейрамымен. Атаменен ел көгереді дейді, жаңғырменен жер көгереді демекші. Ақ бата беру рәсімі маған үлесіме тиген екен. Оған да мыңда бір шүкір тәуба деймін. Мына айналайын Алланың құдіретімен осы бүгінгі күн өте сондай сәтті, жақсы күні, жұма күні, жақсы тілектер, жақсы ниеттер, жақсы білімділікпен осы тәуелсіздік күніміздің жақсы күндер, тәуелсіз күнді атап өтіп жатыр. Өте тамаша, өте жақсы тілектер айтып жатыр. Енді мына Алла тағалам осы тәуелсіздігімізді мың жылдық етсін. Осы оқушыларға отырған ата-аналар, мектеп ұжымының басшылары, ұстаздар, сіздерге Алла тағалам зор денсаулық берсін, мол бақыт сыйласын. Мәнді де мағыналы, салиқалы, ұзақ ғұмыр нәсіп етсін. Осы тәуелсіздігіміз арқасында оқушыларымыз, біздің келешек ұрпағымыз өте бақыттысыздар, айналайын балапандар. Міне сіздердің алдарыңызда қандай тәрбиелі, дана ата-аналарыңыз, ұяларыңызға үлкен жақсы тәрбие беріп жатса, мына өте алтын сарайдай мына жарқырап тұрған мектепте ұлағатты ұстаздар сіздерге тәлім тәрбие беріп жатыр. Соның бәрін саналарға құйып, алтындарым, зерделі, мейірімді, парасатты, салих дегенім, Дәмелі апайымызға мыңда бір рахмет. Осы міне осындай Дәмелі апай ұстаздарың сияқты ұстаздарың бар балалар, сендер өте бақыттысыңдар. Осындай мектепте оқып жатқан балалар, сендер өте бақыттысыңдар. Мына
үлкен ұлағатты алдымызда отырған жетекшілер, мектеп жетекшілері, басшыларына мыңда бір рахмет. Сіздерге де осындай дана кісілерден, ақылды, білімді, білікті адамдардан білім алып отырған балаларым өздерің өте бақыттысыңдар. Бақыттарыңды Алла тағала ұзағынан сүйіндірсін. Сіздер үшін мың өліп, мың тірілген қазақ елі Құдай қаласа гүлденіп, мәңгі жасай бермек. Тәуелсіздігімізді алтынымыздай ардақтап, асылымыздай бағалайық. Қымбатымызды құрметтей білейік. Елтаңбамыз ажарлы, әнұранымыз әуенді, асқақ бола берсін. Сабағымыздың мәнді, мағыналы өтуіне бар білім мен күш жігерін салған оқушылар мен ата-аналарыма ризашылығымды білдіре келе, сабағымызды аяқтамас бұрын біздің мектебіміздің директоры Дүйсенова Айман Жұмағалиқызын ортаға шақырғым келеді. Құттықтау сөз біздің мектебіміздің директоры. Таныс болсаңыздар. Айман Жұмағалиқызы, сөз сізде. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, оқушылар, ұстаздар, кешірім сұраймын, кешігіп келемін, неге деп айтырсың, мектепте іс-шарада жүргізген сөйлеуде уақыттарымызды бөліп осы мектепке келіп отырсыздар. Сол ойлаймын, осы біздің балаларымыз бақытты ниет десе, ата-аналар біздің бүгінгі шараға келіп отыр, ата-аналар келіп отыр, әжелеріміз келіп отыр. Солардан сіз бүгін үлгі алып отырсыздар. Олар бірге сіздермен жұмыс істеді, сол жұмыс істегенде қанша уақыт кетеді, сол үшін олар өздері қобалжып сіздермен бірге жұмыс істеді. Сол үшін көп рахмет. Солардың басын иген үлкен азамат болады деп ойлаймын. Қазір келе жатқан мерекеміз, тәуелсіздік алғанымыз, сол мерекеміз құтты болсын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Барлығыңыз үйде үлкен сіздердің семьяларыңызға бақыт, осылай балаларыңыздың рақатын көріп, сіз балалар не істеу керек есе үлкен азамат болу үшін, ол жақсы оқып, ата-аналарды құрметтеп, биіктен көрінуге соған тырысамыз. Сол үшін сіздер ата-аналарымыз сіздермен ертең біздің үлкен азамат бол деп соған ертең биіктен көрінсең, олар риза болады сіздерге. Сол үшін сіздерге бәріне сәттілік, көп рахмет. Сол үшін біздің мектептің атынан алғыс хат желбірегені